Лейла, саламатсың ба? Саламатсың. Лейла, сен қандай сурет салып жатырсың? Кемпір құс. Өте әдемі, сен суретшісің ғой, Лейла. Лейла, кемпір қосақтың қалай пайда болатынын білесің бе сен? Ол күн сәулесі су тамшыларына түскен кезде жеті түске бөлінеді екен. Лейла, кемпір қосақтың түстерін атап көрейікші бірге. Қандай түстерден тұрады екен ол? Қызыл, қызғылт, сары, жасыл, көгілдір, көк және күлгін түстерден тұрады екен, иә? Өте жақсы. Лейла, осы негізгі түстер арқылы кемпір қосақтың тағы да қосымша түстерін жасап көреміз бе? Олай болса, тәжірибемізге өтейік. Бүгінгі біздің тәжірибемізге қандай нәрселер керек болады? Атап өтейікші. Түрлі түсті бояу. Қылқаламдар, шыны ыдыстар, су және майлық қажет болады біздерге. Так, ендеше Лейла, біздер қазір мына шыны ыдыстарға су құямыз. Мысалы, көмектесейін. Лейла, біздер негізгі 4 түсті аламыз. Қазір қылқаламды ала ғой, Лейла. Қылқаламды ала ғой. Қылқаламмен қызыл түсті бояуынды мына суға сала ғой. Молырақ сал. Лейла, біздер негізгі түстеріміз араластырып алдық. Енді араларына бос шыны ыдыстарымызды қоямыз. Мінекей. Енді мына майлықтың көмегімен біздер мынандай қағазымызды бүктеп осылай жасап қоямыз. Бүкте ғой сенде. Өте жақсы. Енді Лейла, біздер қазір тәжірибемізді бақылап қарап отырамыз. Негізгі түстерімізден қосымша түстерін алатын боламыз. Содан біздер кемпір қосақтың барлық түстерін жасап шығамыз. Жарай ма? Тәжірибеміз ұнап жатыр ма саған? Иә. Қазір біраздан кейін негізгі түстерден тағы да қосымша түстер пайда болады. Соны бақылап отырайық. Лейла, тәжірибемізді бақылай отырып, біздер қандай қорытындыға келдік? Негізгі 4 түстер арқылы біздер тағы да қосымша түстер алдық. Қандай түстер шықты біздерде? Қызыл, сары, жасыл, көк. Өте жақсы, жарайсың, Лейла. Лейла, бүгінгі тәжірибе саған ұнады ма? Иә. Жарайсың. Балалар, бұл тәжірибені үй жағдайында ата-аналарыңызбен бірге жасап көріңізге болады. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.